айтарымыз. Қарусыз қақтығыстан қайтпағандар. Біз сіздер түсінеміз, жаназаға келмей қойыңыздар. Мына індет біткеннен кейін өлімге қатысты барлық рәсімдерді жасаймыз. Сол кезде келесіздер деп айтыңыздар. Жақынын жоғалтқанды жұбату. Қайырлы күн, айтары бар көрермен. Бүгін денсаулық сақтау министрі Алексей Цой елдегі эпидемиологиялық жағдайы тұрақталды деп мәлімдеді. Карантин жарияланған соңғы 2 аптада коронавирусты жұқтыру факторы 2 есеге азайып, індетті жеңгеннің саны 60%-дан асқан. Демек, карантиннің талаптарын қатаң ұстансақ, COVID-19-ды да келген жеріне кері қайтаратын күннің аулы алыс емес. Осыны ойлап, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы да жақында мәлімдеме жасады. Оның мазмұнын тарқатпас бұрын бізге айтарым бар деп хабарласқан Ақтөбе қаласының тұрғыны Әсел Бақытжанның базынасын тыңдап алайықшы. Менің анам Егеубай қызы Күлай Ақтөбе облысынан Байғанин аудандық ауруханасында жоғарғы санатты медбике болып жұмыс жасады. 6 баланың анасы, күміс алқа иегері, медицина саласына 35 жыл қызмет атқарды. Өте абыройлы, өте сыйлы, жүрген жерінде жүзінен нұр төгіліп жүретін азаматша болды. Жалпы медицина саласында атқарған қызметі өте көп. Мен справканы өзім алдым, жаңа қайтыс болу туралы справкасын. Сол кезде жазылып тұрды коронавирусная инфекция деп. Мамам енді қайтыс болғаннан кейін президенттің атынан құрмет орденімен марапатталды. Өтемақы туралы бізге біз естідік, жаңалықтардан беріледі деп қайтыс болған медициналық қызметкерлерге. Бірақ ешқандай да өтемақы туралы бізге ешкім ештеңе айтып жатқан жоқ. Енді ол туралы кімнен сұрайтынымызды да білмейміз біз. Жаңа ғана Күлай Егеубай қызы, бұл медбике болып жұмыс істеген, жаңа коронавирусты инфекциядан қайтыс болған өкінішке қарай көп медицина қызметкерлерінің бірі. Соның қызы хабарласқан болатын. Қазы өзімен скайп арқылы біліп, хабарласып, нақты сауалын тыңдап көрейікші, бүгінгі жағдайын. Ата-анасы, кімнің Бақыт, Әсел Бақытжанның айтуына қарағанда, жаңағы анасы қайтады, одан кейін өтемақы алмаған. Оғанға дейінгісінде білмейміз. Қазір байланысқа шығып жатыр біздің техникалық қызметкерлер. Оған дейін бірінші сауалым Гүлбағила Болатбекова, біздің студияда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының департамент директоры. Гүлбағила ханым, жалпы қайтыс болғаннан дәрігерлерге қатысты, коронавирус инфекциядан қайтыс болған дәрігерлерге жаңағыдай өтемақы төлеу процесі жалпы қалай жүргізіледі? Мына кісі жаңа өзіңіз білгендей тек қана ақпарат агенттіктерінен ғана білем, мен білмеймін дейді. Армысыздар көрермендер. Енді бүгінгі таңда мынау індет деген аяқ астынан келген нәрсе, оны ешкімде бұған дайын болған жоқ. Сол себептен енді бұл ең басты карантин басталған 16 наурыздан бастап бізде төтенше жағдай енгізілді Қазақстанда. Сол кезде денсаулық сақтау министрлігімен және еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бірлескен бұйрығы шықты. Ол бұйрық 9 сәуірде қол қойылған, 129 бұйрық нөмірі. Осы бұйрыққа байланысты біздің әлеуметтік сақтандыру қорынан осындай коронавирустық індетке шалынған медицина қызметкерлеріне төлем төлеу туралы шыққан болатын. Енді төлемнің мөлшеріне келсек, медицина қызметкері егер осы ауруды алғы шепте жұмыс істеп жүріп жұқтырған болса, сол жұмыс істейтін мекеме, жергілікті атқарушы органдардың қасында денсаулық сақтау басқармалары бар ғой. Сол жерді жұмыс органы болып табылатын комиссия құрылады. Ол комиссияның саны тақ болу керек. Оның ішіне жаңағы басқа бақылау, жаңағы органдары бар, солар жаңағы жеке тәуелсіз сарапшылар, тәуелсіз сарапшылар енеді. Сол комиссияның шешімі біздің жаңағы мемлекеттік корпорация дейміз, азаматтарға арналған. Сол мемлекеттік корпорацияға сол қорытынды келіп түсу керек, жаңағы комиссияның қорытындысы. Сол жерде жаңағы электронды түрде
макеті құрылады да, әрбір азаматқа жаңағы тізім бойынша, оларға тізім келіп түсті ғой. Сол әрбір азаматқа тізім бойынша электрондық макеттік іс қағаздары тағайындалып, дайындалып, ол жаңағы сканерден өтіп, біздің мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының жергілікті филиалдардың, облыстық филиалдарына түседі. Содан кейін біз шешім қабылдаймыз. Індет жұқтырған азаматтарға 2 миллион теңге. Індет жұқтырған медицина қызметкерлері. Медицина қызметкерлеріне. Тек қана жаңағы тізім бойынша. Енді әрбір жаңағы жұқтырған азамат өзі ешқайда жүгінбейді. Сонда жұмыс берушісі жергілікті атқарушы орган қасында құрылған комиссияға жүгінеді. Сол комиссия шешім қабылдайды. Сол шешімнің арқасында, қорытындының арқасында біз мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жаңағы төлемді тағайындап, ол кісінің шотына жібереміз, карточкалық шотына. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Неліктен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры деген сұрақ туындайды. Бұл сұраққа жауап бермес бұрын, Гүлбағила ханым, кешіріңіз, Әселдің байланысқа шықтық дейді. Жаңағы комиссия жұмыс берушісі анасының комиссияға ұсыныс берді ме екен, өтінім, соны сұрап білсек өзінен. Әсел ханым, саламатсыз ба? Әсел ханым, енді алдымен айтарым бар бағдарламасының атынан өзіңізге көңіл айтқымыз келеді. Көңіл айтамыз, қайғыңызға ортақпыз. Анаңыздың иман саламат болсын. Жалпы бұл өмірден озғанына қанша уақыт болды? Жаңа айтып жатсыз, құрмет орденінің иегері атаныпты жақында мемлекет басшысының өзі. Осы қуанышты сәтін әрине сіздермен бөлісе алмай кетті. Енді анам бірінші алып жатқан өте сыйлас, жоғарғы санатты медбике болып. Марапаттар өте көп. Жаңағы анаңыз қайда айтты ма өзі? Қайда жұқтыруы мүмкін жаңағы? Қайдан келуі мүмкін анаңызға індет? Ауруханада жұмыс істеді. Білуімше фильтрде жұмыс істеді. Фильтрде жұмыс істеді. Жалпы қанша болды? Қайтқан анаңыздың қанша күн болды? 7 шілде күні 8-дер шамасында. Анаңыз жалпы көзі тірісінде өтемақы алды ма жаңағы? Айтты ма сіздерге? Жоқ, ешқандай үстемақы, кешіріңіз, үстемақы. Әсел, қазір біздің арнайы осы сіздің ісіңізге байланысты біз студиямызға мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының департамент директорын шақырған болатынбыз, Гүлбағила ханым. Сізге сауалы бар, соны тыңдасаңыз. Енді бұл жағдайда барымыз енді қайғыға ортақпыз. Осындай жаңағы медицина қызметкерлерінің қайтыс болып атқан нәрсесі бәріміздің сүйегімізді сырқырататын жағдай. Енді бұл жерде жаңағы жұмыс берушісі бар ғой, ол кісінің жұмыс орындағы. Сол жаңағы комиссияға жүгінеді. Комиссия жаңағы шешім шығарған кезде енді мұрагерлік деген мәселе бар. Бұл кісінің енді артында қалған мұрагерлерінің саны да көп болу керек, болу мүмкін. Сол жағдайда жаңағы Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес мұрагерлік куәлігін бір азаматқа береді соның ішінде. Сол кейін сол азаматтың шотына 10 миллион теңге жаңағы өтемақысы аударылады. Енді бұның бәрі уақытқа байланысты, ол құжат жинау деген сияқты. Бұл кісілермен егер комиссия осындай тағайындау керек деген шешім шығарған кезде, жаңағы телефон арқылы хабарласып, сондай куәлік керек екендігін айтып хабарласу керек. Сол кезде сондай куәлікті өткізеді. Хабарласып па екен мына камерада байланысты, Әсел? Әсел ешкім хабарласқан жоқ да сізбен? Енді Әсел хабарласып дұрыс. Провизорларда жұмыс істеген оны дәлелдеу керек. Енді Әсел, анаңыздың жұмыс істеген орнын білесіз. Жұмыс берушісі бар анаңыздың. Сол жұмыс беруші осындай жағдайда қайтыс болды деген жаңа құжаттардың бәрін жергілікті органдағы басқару, жаңағы айттым ғой, әкімдіктердің қасында денсаулық сақтау басқармасының жанында құрылған комиссия. Сол комиссияға жаңа жұмыс беруші осы тізімді беру керек. Қандай азаматтар алғыс шепте жүріп, індетті жұқтырды, қандай азаматтар қайтыс болды деген тізім.
ол тізімді жаңағы енді комиссия қандай шешім шығарады деген кезде, комиссияның шешімінің өзінің жеке дара жаңағы формасы бар, жобасы. Ол жаңағы қағидамен айтып тұрмын ғой, 129-шы бұйрықпен бекітілген қағидада көрсетілген қалай толтырылатыны. Бірақ осы жерде Әселдің өзінен сұрайықшы, жаңағы анаңыз қайда кім болып жұмыс істеп еді? Алғы шептегі деп айта аламыз ба? Соны анықтап алайық. Әсел? Аудан фильтрде жұмыс істеген. Өзім Ақтөбеде Байғанин ауданында. Бақыт. Бұл жерде айта кететін нәрсе, Әселдің жағдайын белгілі болып тұр да. Енді Әсел оны да білмейді. Әсел бұның бәрін білмейді. Себебі жай азаматтар, үйдегі азаматтар білмейді. Тек қана оны жұмыс беруші біледі. Енді жұмыс беруші жаңағы тізімді береді, одан кейін жаңағы комиссия қарастырған кезде ол да комиссияда жеке дара адамдар отырған жоқ. Ол жерде жаңағы денсаулық сақтау бөлімдерінің жаңағы бас санитар, облыстың бас санитары кіреді жаңағы жерге. Сол кісілер анықтайды. Алғы шепте жүрді ма, алғы шепте жүрген жоқ па, қандай жағдайда ол індетті жұқтырды, қандай жағдайда қайтыс болды. Сол комиссияның шешімі маңызды, ең маңыздысы. Әселге бұл жерде басын ауыртып керек емес. Жұмыс берушісіне Әсел барысында арызын тастап кетсін. Менің анам қандай осындай неге жатады ма осы категорияға, жаңағы 10 миллион теңге алатын, қайтыс болды анам, осындай категорияға жата ма, жатпай ма, соны анықтап беріңіз деп, анасының жұмыс орнына барып, жаңа құжатын қалдырып кетсін, арызын. Ол арызға олар жауап беруге міндетті. Сосын ол айтады, біз сіздің анаңыздың тізімін комиссияға бердік деп жауап береді, немесе бермедік деп жауап береді. Бермесе, себебін олар айтады. Не себептен бермегенін. Түсінікті. Әсел, түсіндіңіз ғой? Сосын комиссия неше күн қаралады? Комиссия неше күн қаралады дегенде, енді комиссияның, олар енді тексеріске енгізгеннен кейін оның несі жазылмаған неше күн деген Әсел. Бұл жерде қамжитын еш нәрсе жоқ. Ешқандай бір шектеулер осынша уақытта сіздер құжат өткізбесе тағайындалмай қалмайды деген жоқ. 1 жыл болсын ол комиссия қарастырсын, 2 жыл болсын ол жаңағы бұйрықта көрсетіп уақытпен шектеу жоқ. Ол егер сол санаттағы азамат болса, жаңағы қайтыс болған, індетті жұқтырған, алғы шепте жүрген азамат болса, ол 10 миллион теңгені жарты жылдан кейін алама, 1 жылдан кейін алама, жаңа мұрагерлік куәлігі өткізеді, бәрін өткізеді, ол азаматтар алады. Ал жаңағы Әсел, сұрағыңыз бар ма? Мен жаңа қайтыс болу туралы анықтап соны мен өзім қолыма енді Әсел, бұл жерде жаңа сізге айттым ғой, арыз өткізесіз деп. Сіз жаңағы анаңыздың жұмыс орнына барған кезде қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесін жаңағы өткізуіңіз керек. Бірге жаңағы өтінішімен бірге өткізіңіз, сол жұмыс берушіңіз сол куәлікті жаңа өздерінің нелері болады ғой, жаңа қорытындысы, сондай алғы шепте жүрді деген сияқты, жаңағы құжаттардың бәрін комиссияға өткізеді, жаңа қайтыс болу туралы куәлігі қосып. Соны өткізіп, арыз жазып кетсін жұмыс берушісіне. Осы жерде жарнамаға уақыт келді деп айтып жатыр. Әсел, қазір біз жарнамадан кейін өзіңізбен бірге байланысқа қайтып шығатын боламыз. Жалпы мендегі сұрақ, жаңағы коронавирус індетімен ауырып жұқтырған дәрігерлерге бұдан бөлек 2 миллион берілу керек деген сол сауалға байланысты да Әсел бізбен хабарласқан болатын, оны жарнамадан кейін жауап береміз. Марқұм Медбике Күләй Егеубайдан бөлек елімізде осы күнге дейін ондаған отандық медицина қызметкері коронавируспен күресте үйлеріне қайтып оралмады. Әрине марқұмдардың аруағын мазалағымыз келмейді, бірақ десе де артында ашық қалған сан түрлі сауал бар. Мәселен, коронавирустан қайтыс болған дәрігерлерге берілуі тиіс 10 миллион теңге өтемақыны кім тағайындайды? Шымкенттегі пневмониядан қайтқан дәрігерлердің туыстары неге 1 миллионнан ғана алды? Осы және өзге де өзекті сауалдарға жарнамадан соң толық жауап беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тікелей эфирде айтарым бар. Өкінішке қарай өткен демалыста коронавирустан елімізде 121 науқас қайтыс болды. Сөйтіп бұл статистика 585-ке жетті. Көңілге қаяу түсіретіні қайғының негізінде қалтаның қамын ойлағандар бар арамызда. Бұл мәселенің бетін ашпас бұрын бағдарлама барысында айтатын боламыз. Жаңағы Әсел Бақытжан ханыммен қайтып хабарласақ, анасы телефонмен хабарласамыз деп жатыр. Әселмен қазір өйткені скайппен дыбыс естілмеді.
Гүлбағила ханым, өзіңізге жаңағы Әселдің тағы бір бұйымтайын айтып өтейін. Жаңағы өзіңіз айтып өттіңіз, анасы енді медбике. 6 баланың анасы, күміс алқа иегері, парасат, бір қатар ордендердің иегері, құрмет орденін алып жақында. Осыған байланысты айтар барлық дүниелерді айтып өтсек қазір түсіндіріп. Өйткені қанша дегенмен ақпаратты сіздің аузыңыздан алғанымыз дұрыс. Әсел байланыста ма? Әсел үзіліп кетті, бірақ қанша дегенмен қазір біздің тікелей эфирді қарап отыруы тиіс. Гүлбағила ханым, жаңағы өзіңіз айтып өттіңіз, Әсел 6 баланың бірі, жаңағы қайтыс болған үшін берілетін өтемақыдан бөлек қандай өтемақыға тиесілі ол кісілерге? Енді бұл жерде жаңа айтып жатырмыз ғой, неліктен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры дейтін болса, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры 2005 жылы құрылған. Міне 15 жылдан артық бұл қор осы Қазақстанда еңбек етіп келе жатыр. Бұл қордың ең басты мақсаты жұмыс істейтін азаматтарды қолдау. Себебі жұмыс істемейтін азаматтар, Қазақстан Республикасының азаматтары белгілі бір әлеуметтік қатер төнген кезде жұмыс істемесе тек қана бюджеттен жаңағы жәрдемақы алады. Ал жұмыс істейтін азаматтар бюджеттен жәрдемақы ала отырып, жұмыс істеп біздің экономикаға өзінің үлесін қосқандықтан әлеуметтік сақтандыру қорынан қосымша әлеуметтік төлемдер алады. Әлеуметтік төлемдердің 5 түрі бар. Біріншісі бұл асыраушысынан айырылғанда төленеді. Жұмыс істеп жүріп, азамат қайтыс болса, асыраушысынан айырылған кәмелеттік жасқа толмаған балаларға беріледі. Әселмен байланыс қосылды дейді, өзінен сұрақшы, берді ме екен өтініш жаңа сіздің айтып отқан неге байланысты, өтемақыға қатысты? Әсел, саламат, Әсел, байланыстасыз? Иә, сіз жаңағы Гүлбағила ханым айтып өтті, көп балалы отбасы ретінде бердіңіз бе өтінім? Мен енді айтып тұрмын ғой, жаңа мен Ақтөбеде қаласындамын. Ол құжаттың бәрін папам өзі дайындап жүр. Иә. Бірақ ол кісі енді үлкен кісі болғасын, анау жерге бар, мына жерге бар деп енді ешкім дұрыс жұмыс жасағысы келмейді, былай айтқанда. Жақсы, осы жерде Гүлбағила ханым сізге айтары бар екен. Жаңа бірінші түрі, әлеуметтік төлем бірінші түрі асыраушысынан айырылған азамат, мысалы жұмыс істеп жүріп, біздің мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына оның жұмыс беруші ай сайын жарнасын төлеп отырды әлеуметтік аударымдар. Соған байланысты соңғы 2 жылдағы орташа айлығына қараймыз, ол қайтыс болған азаматтың соңында қалған балалары жаңағы жетім балаларға арналған бізде мемлекеттік бюджеттен төленетін төлем бар. Ол бала санына байланысты. Бір бала болса азырақ, 6 бала екен. 6 бала болса көбірек тағайындалады жаңағы мемлекеттік бюджеттегі, ол есептік айлық көрсеткішке соның мөлшеріне байланысты да жылда есептік айлық өскен сайын жаңа жылда ол төлем де өсіп отырады. Ал біздің әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін төлем бұл кісінің соңғы 2 жылдағы орташа айлығына байланысты және қалған мұқтаж болып қалған балалардың, жетім балалардың санына байланысты. Енді балалар есептесе қалай болады? Мысалы, бала жаңа 1 жастағы бала дейікші, ол 18 жасқа дейін алады. 18 жастан кейін егер оқитын болса, күндізгі түрде оқитын болса, 23 жасқа дейін. Бұлар айлықтарын өткізген есейіп кеткен ба деп ойлап отырмын. Әсел бар ма? Жастарыңыз нешеде 6 баланың? Жасымыз енді менің үлкеннің жасы 32-де. Кішісі? Кішісі 19-да, сол кішісі оқиды Астана қаласында. Соған тағайындалады ма? Жақсы, соны жауап берсек екен. Уақытымыз неше жаста деді? 19 жаста. 19 жаста болса, күндізгі оқуда оқып жүрсе, 23 жасқа дейін алады. Енді мен жаңа айтып отырмын ғой, 1 жастағы балаға біз 18 жасқа дейін, егер күндізгі оқуда оқса, 23 жасқа дейін. Одан кейін екінші түрі жаңағы мүгедек болып қалған, жұмыс істеп жүріп мүгедек болып қалған азаматтарда бірінші деңгей жәрдемақыны бюджеттен алады, қосымша біздің әлеуметтік сақтандыру қорынан мүгедектігіне байланысты алады. Ол жағдайда мысалы 25 жастағы жігіт құрылыста жүріп құлап қалған болса, мүгедек болып қалған болса, 63 жасқа дейін, зейнеттік жасқа дейін алады. Гүлбағила ханым, осы жерде сөзіңізді бөлейін, өйткені бізде уақыт шектеулі. Жаңа Әсел егерде қандай құжат керек екен, соны біліп алайық та, сізбен не дейік? Ең басты құжат жаңа қайтыс болу туралы куәлік. Одан кейін жаңағы не дейді ғой, туу туралы куәлік, шешесінің аты жазылғаны, әкесінің аты жазылған. Себебі деген осы кісінің балалары екені, соны растайтын құжаттар.
Сұрағыңыз Әсел. Мына зейнетақы қорынан ақшасы бар ғой, мамамның жиналған. Соны қалай алады екен, қайда бару керек, кім алу керек оны? Иә, оны да өтінішті жаңағы бірыңғай зейнетақы қоры бар ғой бізде. Сол жерге өтініш жазады. Ол жерде шатаспасам 6 айдан кейін жаңағы айтып тұрмыз ғой, мұрагерлік куәлігін алғаннан кейін сол бөлінеді. Әсел, сіздің жағдайыңызға байланысты біз арнайы зейнетақы қорына хабарласқан білгенбіз. Ол кісілердің айтуы бойынша өтініш берулеріңіз керек, жаңағы Бағила ханым айтпақшы, куәліктің негізінде содан кейін 6 айдан кейін қарастырады да, одан кейін бөліп төлейді екен жаңағы. Түсінікті. Мен мамамның арманы көп болды ғой, енді жұмыс істеп жүріп пенсияға шықса да, жаңағы жалғыз баламнан қызығын көрсем деп армандайтын еді, сол арманына жете алмай кетті. Жалғыз ұлымның. Қайғыңызға ортақпыз, Әсел, енді бұл жағдайда енді мына жерде көптеген сұрақтар туып Жақсы, Әсел, өзіңізбен ендеше қазір біз тиісті орган өкілдерінің мамандары отыр, телефондарын аламыз да, сұрақтарыңыз болса, кейін бізге хабарласатын боласын, біз нақты жауап беретін боламыз. Жақсы ма, солай келісейік? Жарайды, алдап келіп. Жақсы, рахмет Әсел аға. Бақыт, енді мен түйінге келе, жаңа айттым ғой, 2 түрін айтып кеттің әлеуметтік сақтандыру қорына. 3-шісі жұмысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем төленеді. 4-ші жүктілігі және босануына байланысты біздің әлеуметтік қордан алады жұмыс істейтін әйел азаматтары. Сосын жұмыс істейтін әйел азаматтары бала 1 жасқа толғанға дейінгі төлемақыны біздің әлеуметтік сақтандыру қорынан орташа айлығының 40%-ын алып отырады. Бүгінгі таңда айтарыңыз негіз көп, біз бағдарламаның соңынан қазір бізге жарты сағатын өткеріп тастаппыз. Бағдарламаның соңында жеке жазып алып сізді Instagram парақшасы арқылы жариялайтын боламыз біздің бағдарламаның. Қазір бізде мынада біздің үкімет басшысының арнайы қаулысымен бекітілген қағазда көрсетілген жағы 2 миллионның әңгімесіне мен оралғым келіп отыр. Онда жазылған жағы жұмыс барысында коронавирус инфекциясын жұқтырған медицина қызметкерлеріне 2 миллион теңгеден берілуі тиіс дейді. 10 миллионды айтпайық. Сол өтемақыға оралсақ, ол жағыда комиссияның шешіммен шығарылатын дүние ме? Мәселен, бүгін біздің студиямызда Жұмабек Бекенов мырза отыр, қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының департамент директоры. Жұмабек мырза да бағдарламаның басында айтып өтті, өзі ауырып шыққан, енді сол кісіге тиесілі ме, нақты мысал ретінде айтсақ? Ол сұрақ бізге байланысты емес, оны денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс істеп жүрген азаматтардан сұраңыз. Комиссия шешеді. Комиссия шешеді, сондықтан мен ол кісі алғы шепте жүр ма, қандай жағдайда жұқтырды, ауруды, ол жағына мен сізге жауап бермеймін. Біз тек қана қаржыландыру жағына ғана жауап береміз, әлеуметтік сақтандыру қоры. Немесе Жұмабек мырзаның өзіне сұрайын, мен соған байланысты. Ол енді біздің ана министрлікте көріп отырдыр ғой, категория топтарға бөлініп қойылған. Ол енді мысалға алғы шептегілер дейді, мысалға жаңағы баланың анасы да ауылдық жерде бөлінбейді ғой, карантиндік жаңағы емхана, провизорлық емхана деп, оларда бір ғана емхана болды, өйткені қабылдап алған кезде аурушыны. Олар сол поликлиника дейміз ғой, емхана. Сонда жұмыс істеген мысалға. Олар енді мысалға алғы шеп болып есептеледі, өйткені олар барлығын қабылдайды. Жақсы. Олда жұқпалы ауру бар деген жоқ. Ол емханаларда бәрі қабылдайды. Демек берілуі тиіс, қазір енді жақында менің ойымша, комиссия шешеді ғой. Комиссия жеке ойымды білдір дегесін айтып жатыр. Өйткені ол аудандық жердегі емхана, ол біреу ғана мемлекеттік емхана. Ол барлығында қабылдайды, тем более фильтрде жұмыс істесе, ол және бөліп тұрады. Сұрыптауды жүргізеді. Температурасы көтеріліп келгендер бөлек. Осы орайда жаңағы жоспарлы түрде келіп жатқан аурулар бар, олар бөлек жағынан кіріп, сондай бөліп тұратын жерде жұмыс істеген. Ол алдыңғы шеп болып есептеледі меніңше. Жақсы. Осы сөз орайы келіп тұр, Ақтөбе облысындағы денсаулық сақтау басқармасы жақында, осы аптада жақында ғана брифинг өткізді, сонда жер естіп білсек. Міндет атқарып жүріп қаза болған медицина қызметкерлерінің отбасына қанша өтемақы төленеді? Қазіргі күнде мына енді документтер, құжаттар бойынша выплата только КВИ коронавирусты 10 дегенге болады. Біздерде коронавирусты 10 өлген адам медициналық қызметкер 1. Ал 14-і ол деген тек қана пневмониямен өлгендер. Сол себептен қазіргі уақытта өзгеріс болмаса, мына бөлім бойынша выплата тек қана 1 дәрігерге, 1 медициналық қызметкерге. Какая сумма?
Какая сумма? 10 порядка, да. Ага. Сумма не бывает раздельно в одной области, в другой области просто порядка 10 там. Түсінгенімше бәріне ортақ 10 миллионнан жаңағы Ақтөбе облысы бойынша әзірге тек бір ғана медицина қызметкеріне тағайындапты. Енді үміттенеміз жаңағыдай Әсел ханымның анасын қарастырып жатыр деп комиссия мүшесі. Енді жерлеу рәсіміне сондағы өзгерістерге келетін болсақ, Жұмабек мырза, өзіңізден дәрігер ретінде сұрағым келіп отыр. Санитарлық нормаларға сәйкес жерлеу рәсімі негізі қалай өтуі тиіс медициналық тұрғыда? Енді біздің бас санитарлық, мемлекеттік санитарлық дәрігердің осыған әдейі шығарған қаулысы бар, 43-ші. Онда мына алгоритм дейді ғой. Жерлеу рәсімін Қазақстанның діни басқармасымен келісе отыра, сол бейімделген, ортақ шешімге бекітілген қағидасы бар. Оның бәрі де сол адамзаттың, адам ковидтен өлгеннен кейін әрмен қарай тарамауына жол бермеу. Сосын енді біздің өзіміздің ата дәстүріміз бар. Мына өлген үйге жаңағы қайыр болсын айтып, жаназаға тұру деген өте бір соңғы кезде және жастарына қарамай, жастар әсіресе көбірек келіп, біле ол нәрсе емес. Бір жаңа жақсы зат қой, адам жақсы шығарып салу да керек. Бірақ мына жағдайда қазір мына індеттің нағыз таралып тұрып, қалай тоқтатарымызды білмей жатқан уақытта, оған міндетті түрде шектеу қойылған. Ол мысалға жаңағы өлген адам COVID-19-ға лабораториялық оң нәтиже берілген уақытта ол арнайы жерлеу рәсіміне кіреді. Ол міндетті түрде жаңағы емдеу орындарында ғана жуылады. Берілмейді туған туысқандарына демек. Арнайы мамандар ғана жуады, иә? Адамдар. Ол үйесінен 2 адам қатысуға бар. Өз арнайы киімдерімен жаңағы 2-3 метр қашықтықта тұрып. Медициналық мекеменің басында ғой. Иә, сол мекеменің басында қатысуына бар. Өйткені ана адамның қалай жуылғанына несіне көз жетсін. Содан кейін жаңағы арнайы кебінді. Бірақ жанына жолауға болмайды, иә? Жоқ. Сырттан ғана қарап тұрады. Тек қана сырттан. Қоштасу, бетінен сүю, бетін ашу деген болмайды. Медициналық мекемелердің ғана оған правасы бар. Оны кебінімен орап, оны полиэтиленмен қаптап, оның сыртынан жаңа шүберегімен қаптап, бана қолдарына береді. Қоштасуына рұқсат, жаназа жасауына рұқсат. Бірақ енді жерлеуге үй иесінің 10 адамның маңында бірге туғандары былайша айтқанда. Оны жеке Хасан мырзадан сұраймыз. Бірақ тағы бір сауал, жаңа бағдарламаның басында өзіңіз де айтып өттіңіз. Бұл күндері коронавирустық инфекциядан, коронавирустық індеттен ғана емес, жаңағы пневмониядан белгісі деп айтып жатырмыз, бірақ этимологиясы коронавирус деп жатырмыз. Сол біріктірдік қой қазір бір статистикадан да. Біріктіреміз деп жатырық. Иә, біріктіреміз деп айтып жатырмыз, бірақ бірге санап жатырмыз ғой қазір. 1 тамыздан бастап. Иә, 1 тамыздан. Сол азаматтар... Мына қаулыда анық айтылған. Егер сізде лабораториялық оң нәтиже берсе, ана өлген адамнан. Демек нәтиже болу керек. Иә, міндетті түрде болу керек. Ол енді оң нәтиже бермесе, одан сізге не залалы бар? Екі жақты пневмония деп тұрсыздар ғой. Теріс нәтиже беретін болса, ковид жоқ деген. Ол кәдімгі қалыптағы жағдайдағы адамдай жерлене береді. Бірақ пневмонияның өзі де енді инфекциялардың негізінде туындайтын асқынған ауру ғой. Біздің министр ол туралы өте жақсы айтты, қосатынын айтты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да өзінің нелерін беріп жатыр. Және әлеуметтік желіде де үлкен талқыға түсіп жатыр. Ол бәрі түсінікті, ковид екенін енді растап жатыр оның. Иә, бірақ қалай болғанда да ол оң нәтиже беру керек. Құжат демек пневмониядан өлді ме? Неден өлді ме? Анықтама қағазында көрсетілу керек. Осы жерде енді өкінішке қарай адам санына көбейгеннен кейін де қызмет түрлері де шарықтап кеткен, қымбаттатып жатыр. Қасақана қолдан. Сол кешірім сұраған бір сәтін тыңдап алайықшы. Жаңағы заңсыздыққа барғандарды. За ускоренный я попросил 70 тысяч. Попрошу извинения. Пандемия кезінде жерлеу рәсімі көп болған жағдайда 80 қателігімізді мойындап кешірім сұраймын. Енді бұл тек қана бір ғана факт ұсталған. Жалпы Алматы облысынан негізінде бізге хабарласып шағымданып жатқандар. Біздің бүгін студиямызда Хасан Аманқұлов, Қазақстанның мұсылмандар діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімі меңгерушісінің орынбасары. Хасан мырза, кешіріңіз, сізге сөз бермес бұрын телефон қоңырауын қабылдап алсақ көрерменнен. Сәлематсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлематсыз ба? Қайырлы күн. Қай аймақтан хабарласып отырсыз? Орал қаласы. Сауалыңызды қойыңыз. Есіміңіз кім болады? Мейрамгүл. Мейрамгүл, сауалыңызды қойыңыз. Мен медицина қызметкерімін.
Мен де жұмыстан коронавирус жұқтырдым. Соған төлемақы аламын ба? Өтемақы. Гүлбағила ханым. Жүктімін. Жаңағы осы бағдарламаның басынан бастап айтып жатырмын, оның бәрі сіздің жұмыс берушіңізге байланысты. Жұмыс берушіңіз жаңағы жергілікті атқарушы органдардың қасында құрылған комиссияға құжаттарыңызды өткізеді, сол комиссия шешім шығарады, сізге тағайындау керек па, керек емес па. Егер керек деген шешім шығарған болса, ол жаңа біздің әлеуметтік сақтандыру қорына келіп түседі, содан кейін 2 миллион теңге тағайындалады. Ал егер ол комиссия сізге тағайындалмайды, сіз алғы шепте жүрген жоқсыз, басқа жерде жұқтырдыңыз, басқа себептермен деген болса, онда тағайындалмайды. Жақсы. Қандай аттыңыз, Мейрамгүл? Бізде бір сұрақ, мен осы поликлиникадан больничный аштырдым өзімнің. Сол қате болды ма, деп болған жоқ па? Больничный аштырдым. Енді жаңағы еңбекке жарамсыздық парағы, ол еңбек кодексінде көрсетілген. Соған байланысты жұмыс беруші оны төлейді. Жаңағы еңбекке жарамсыздық парағы. Жоқ, соны аштырдым, сол дұрыс па, қате ма деп. Енді ол ауырған азаматтың бәрі аштырады ол. Ол қалыпты жағдай. Қалыпты жағдайда байланысты жаңағы больничныйын аштырады, себебі ол еңбек етіп жүрген азамат болса, еңбекке жарамсыз. Оны комиссия ескере ма деп сұрап тұрға? Өткізсін, ол комиссияның құзырындағы нәрсе. Олар қандай құжат сұрастырады, соның бәрін өткізеді. Бірақ Мейрамгүлдің жағдайында негізінен жұмыс берушісі жаңағыдай поликлиниканың, өздері өтініш беру керек комиссияға. Түсіндіңіз ба, Мейрамгүл? Түсіндім. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз болмаса, сау болыңыз. Хасан мырза, сізге сауал, жаңа ғана өзіміз көрдік. Сіз жалпы енді қара жамылған отбасының саны болған сайын енді бұлардың қызметіне де жаңағы азаматтардың өседі ғой сұраныс деген, соны пайдаланып 35-40 мыңның жұмысын екі еселеп жіберген. Сіз бекіткен хаттамада бұндай сомалар қарастырылған ба жалпы? Әлде бұл оған араласпайсыздар ма сіздер? Жалпы осы індетке байланысты қабырды әзірлеу. Індетке байланысты мынау мәйітті жерлеу, жаназа намазын өткізу қатысты құжаттар, пәтуалар қабылданды. Ал енді оның қаражатына біз араласпаймыз, өйткені мынау зират жерлері, ол жерде қызмет етіп жатқан жұмысшылардың бәрі біз мешіттің оған қатысы жоқ. Оны енді әкімшілік тарапынан, жергілікті билік тарапынан ол жүргізіледі. Сондықтан өздерінің әр жердің өзінің несіне қарай бағасы бар. Ал енді біз мынау мешіт тарапынан, діни басқарма тарапынан бұл кездерде барынша осы тегін өткізуге біз азаматтарды үндейміз. Өйткені бір мұсылманның қабірін қазып беру, ол пайғамбарымыздың сүннеті. Ол құлшылық, ғибадат. Енді ауыл жерде бұл дәстүр бар. Егер ауылда біреу қайтыс болса, ағайын, туған туыстар барып, азаматтар, жастар барып өздері қазады. Ал енді көбінесе бұл ақы берілу, көбінесе қала жерлерде болып жатыр. Сондықтан әрбір азамат енді бұл түсініп, бұл қайғыда пайда табу емес, барынша сауапты істерді істеуді ойлау керек деп ойлаймын. Жақсы, Хасан мырза, діни басқарманың енгізген жаңалықтарын, талаптарын біз қазір жарнамадан кейін тарқатып жатармыз. Өкінішке қарай уақыт келіп қалыпты. Қауіпті індеттен қаза тапқандардан вирус жұға ма? Жерленгеннен кейін мәйітте вирус қанша уақытқа дейін сақталады? Марқұмның басына барып Құран оқытуға және оның басын көтеруге қатысты қандай талап тілектер бар? Коронавирусты жұқтырған және одан қайтқан дәрігерлерге әлеуметтік сақтандыру қорынан қанша қаржы қарастырылған? Осы және өзге де сауалдарға жарнамадан соң жауап береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тікелей эфирде айтарым бар. Ресми мәліметке сүйенсе, Қарағанды облысының Шет ауданында марқұмға ас беру рәсімде 21 адам коронавирус жұқтырған. Олардың дені егде тартқан және созылмалы ауруы бар тұрғындар. Шығыс Қазақстан облысының Асубұлақ ауылының 6 тұрғыны Өскеменге еске алу асына барып індетке шалдыққан. Бұл тек ресми тіркелгені ғана. Бұдан бөлек мына бір фактіге назар аударайық. Хасан мырза, осыған байланысты өзіңізден біз сұрауымыз бар. Бұл бізде кешіріңіздер, жақында болған оқиға. Әбдіғапар Сманов марқұм болғанда, Шымкентте болған оқиға. Қарасаңыз, енді адамның қарасы қалың, жаңағы карантин уақытындағы болған дүние. Осыған Хасан мырза, бірінші сұрақ, бұл жағдайдан хабардарсыздар ғой, енді қалайша жіберіп алдыңыздар дегенде сауалда, көп адам осы жерде жұқтырып, жаңағыда
статистика жаңарды деп айтып жатыр. Сіз не дейсіз оған? Енді Абдуғаппар ұстаз бұл сол медресенің директоры, ұзақ жылдардан бері осы дін саласында қызмет етіп келе жатқан діни басқарманың бір қызметкері, әріптес деп білеміз. Бірақ осы көктемде, осы бізде төтенше жағдай жарияланғаннан бастап 10-нан аса бізде құжат қабылданды. Ол пәтуалар, үндеу, мәлімдемелер. Ол жерлеу мәселесіне, жаназа намазына қатысу, қайтыс болған адамның артынан еске алу, құдай астарын өткізу мәселелері бойынша. Енді мынау жаназаға қатысу, жалпы жамағатпен көпшілік болып намаз оқу шариғатта ол міндет емес. Жалпы бір адам намазды өткізсе, ол намаз өтелді болып есептелінеді. Мынандай жағдай енді түсінікті ғой. Бұндай жағдайда біз барынша мұсылман қауымына біз ескертеміз. Ескерту жасалды ма осы жағдайдан кейін? Енді ескерткенде біз енді осы мәлімдеме арқылы біз хабарлаймыз. Енді сол мәлімдемені тыңдайтын адамдар бар. Бірақ енді кейде осындай жағдайларда енді адамды ол басқарып оны тоқтатуға мүмкін болмай қалады. Бірақ дегенмен сол мәлімдеме арқылы да өзін сақтап осы жерге қатыспағандарды мен ойлаймын ол көпшілік. Сондықтан енді бұл енді барлық жаназада осылай өтеді деп айта алмаймыз. Соңғы мәлімдемеде айтылған осы соңғы мәлімдеме бойынша біз енді жаназаға қатысу, жерлеу рәсіміне қатысуды 10 адаммен біз шектедік. Өйткені бұл қазіргі уақыттың талабы. Өйткені олай істемесек қазір ауру өте қатаң түрде тек қана 10 адам жаңа. Енді біздің пәтуамыз, біздің мәлімдемеміз мұсылмандарға бір кеңес ретінде. Оны егер оны сақтамаса, ол бізде егер заңды сақтамасы өзінің жазасы бар ғой, мысалы. Бізді пәтуаны как кеңес ретінде соларға бір үндеу ретінде біз оны хабарлаймыз, мәлімдемеміз. Бірақ енді өкінішке қарай жаңағы фактілерді айтып өттім. Пәтуаны енді көп адам ескеріп жатпағанға ұқсаймыз, иә? Бірақ дегенмен осы мұсылмандардың арасында, мына көпшілік халықтың арасында оны тыңдап, соған амал етіп жатқандар өте көп. Енді бұл пәтуа ең бірінші біздің сол мешіттен осы жаназаға қатысып жатқан, осы жаназаны басқарып жатқан имам молдаларымызға бұл тиісті. Өйткені көбінесе сол жаназа қатысқандардың ішінде 90% бәрі сол имамдар тыңдайды. Солар айтады, түсіндіреді, бірақ дегенмен енді кейбір отбасында балалары көп болуы мүмкін, туыстары көп. Сен келме деп оны айта алмаймыз ғой. Осы жерде Жұмабек мырза да жаңа сұрап жатты сізден, егер де өзінің туған балалары 10 бала болса, кейін басқа азаматтар бар қосылуы тиіс жаңағыдай рәсімге, ресми түрде, ондай жағдайда не істеу керек? Енді жаңа біздің пәтуамыз, мәлімдемеміз кеңес ретінде. Ағайын туыс, қазір мынандай жағдай, сондықтан барынша бұл жаназаға аз мөлшерде қатысыңдар. Ең жақын туыстар ғана қатысын. Қалғандар басқа қаладан келеме, немесе осы жердегі сәл жақын емес туыстар, достар, ол кейін де артынан ол Құран оқып, немесе зиратына барып, ол дұғасын жасай береді деген осы кеңестерімізді айтамыз, имамдар түсіндіреді. Жаңа 10 күннен бөлек қандай өзгерістер енгізілді мәлімдемелеріңізге? Одан бөлек мынау жерлеу, жуындыру, кебіндеу, енді тікелей контакт жұмыстары ғой бұл. Осы істердің бәрі сол санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сай өткізілсін деген талап қойылды. Одан кейін ол жерге қатысқан азаматтар міндетті түрде бетперде тағып, бір-бірімен қол алысып көріспеу мәселесі де айтылды. Одан кейін бізде жаназаларды кейде имамдар ұзақ өткізуі мүмкін. Соны ол жерде айтылатын уағызы, намазы бәрін қосқанда 5 минуттың ішінде сол өткізсін бірденнен қабір басына алып бару керек. Сонда рәсімнің жалпы ұзын саны қанша уақыт деп есептедіңіздер ме? Жаназа намазын мысалы 5 минутте өткізсе болады. Мысалы алдын біз енді 20-30 минуттап бұлай ұзақ өткізілетін. Одан кейін қабірге барғанда ол жерде де көп отырады ол жерде. Бұрын солай болды әдетте. Ал енді сонда жерлеп топырақ тартып болғаннан кейін адамдарды ұстамай бірденнен қайтару керек. Бізде енді қазақта адам қайтыс болғанына жаназадан бір күн алдын қонағасын жасайды. Оғанда соңғы кездерде өте көп адам келетін болып еді. Жұқтырып жатыр. Одан кейін біз енді қазақта жерлегеннен кейін барып
асханаға барып тамақ ішеміз. Ол жерге де көп адам жиналады. Сосын 47 осындай жиындарымыз өте көп. Ал бірақ шариғатта бұл жиындардың біреуі де көрсетілмеген. Сондықтан осынша адам қатысын емес, тіпті осы құдай астардың бәрі тоқтатылсын деген осындай пәтуа шығарылды, мәлімдеме жасалды. Демек, карантиннің уақытында егерде жаңағыдай шаралар өткізілмесе, ол ешқандай шариғатта айтылмаған дүние ғой. Қайтыс болған адамға да ешқандай зияны жоқ оның. Зияны жоқ. Мынау артындағы балаларына да оның ешқандай күнәһар болмайды онымен. Ең бастысы адам қайтыс болғанда 4 міндет бар. Ол қайтыс болған адамды жуындырып кебіндеу, жаназа шығару, жерлеу. Болды. Қалған біздің рәсім рүсімдеріміздің барлығы артық дүние. Одан кейін тағы бір не қостық. Қазір жаздың кезінде зират басында құрылыстар жүріп жатыр. Анау жерлеп болғаннан кейін бірденнен басын көтереді. Осын басын көтеру, кесене салу, қоршау деген нәрсе жоқ. Тек белгі ретінде аты жөнін жазып, бір тас қойса, соның өзі жеткілікті. Шариғатта осы ғана айтылады. Қалған дүниенің бәрі ысырапқа жатады. Міне осы нәрсені де тоқтатсын деген осындай мәлімдемеде көрсетілді. Пәтуа, сіздердің кеңестеріңіз ғой. Жаңағыдай басын көтергеннен кейін жаңағы адам бойында вирус қанша уақытқа дейін жатады топырақта деген сауалдарға жауап беру үшін біз Зәуреш ханым, енді айыпқа бермаңыз, бағдарламаның соңында да санаулы минуттар ғана қалыпты екен. Зәуреш Смағұлова бізде модульді инфекциялық аурухананың терапия жөніндегі бас дәрігері, орынбасары міндетін атқарушы инфекционист дәрігер ретінде не дейсіз көрермендерге? Жаңағы басына барып отыратын бар ма ондай сіздерде қазір? Енді жаңа вирус екені белгілі ғой, белгісіз қанша сақталатыны. Бірақ қанша сіздердің болжамдарыңыз бар ма? Өлі денеде қанша? Зерттеу мәліметтері бойынша бірнеше аптаға дейін сақталынады мәйіттің денесінде. Осыған байланысты осындай адамдарды жерлеген кезде биоқауіпсіздік ережелері бойынша жерлейді. Міндетті түрде сол адамды да мортына алып келген кезде де арнайы киіммен кіру керек. Бізде арнайы бетпердесі болады, комбинезоны болады. Мына суреттердегі суреттерде сол бетпердесімен комбинезон киіп кіреді. Басын көтеру барысында топырақ арқылы жұқтыру мүмкін бе? Топырақ арқылы жоқ. Топырақ арқылы. Өткен мәйітті алып кеткен кезде арнайы матаға оралған арнайы пакеті болады, сол неге салып солайға береді. Ол ашылмайды. Қоштасу деген рәсімі жоқ. Қоштасуға болмайды. Жалпы сол мәйітмен бірге бір бөлмеде болуы да шектелген бірнеше минут қана. Жақсы. Біз Бақыт ханыммен қазір скайппен байланысқа шықсақ, Бақыт Рамазанова Қазақстан ұлттық университетінің микробиология және вирусология кафедрасының меңгерушісі, медицина ғылымдарының докторы, профессор. Бақыт ханым біздің тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Вирусолог маманы ретінде бірінші сұрағым жаңағы таратып айтып жатырмыз, адамның бойында 1-2 аптаға дейін болады деді вирус. Топырақ арқылы жұғу ықтималдылығына байланысты айтарыңыз бар ма? Ну, на этот вопрос могу сказать так, что Всемирная организация здравоохранения в своем руководстве по сохранению жертв утверждает, что тела погибших не представляют угрозы заражения. Но при этом обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Почему? Для этого надо вспомнить факт. Первое. Вирус распространяется, основной путь заражения наряду с ушно-капельным является контактным. И второе – это жизненный цикл вируса. Жизненный цикл вируса двух фаз. Первая фаза. Бақыт ханым, кешіріңіз, сіздің дыбысыңыз үзіліп естілмей жатыр. Қазір біз бағдарламадан кейін хабарласып, сіздің мәлімдемеңізді біз жазып алсақ, сіздің әлеуметтік желілер арқылы тарататын боламыз. Рахмет, кешіріңіз, техникалық ақаулықтарға байланысты дыбысыңыз естілмей жатыр дейді. Және де жаңағы органнан хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, соның телефонын қабылдасақ. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Жақсы. Есіміңіз кім болады? Есімім Мелік деген жігіт. Сауалыңыз? Сауалым қойайын ба? Иә, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрсаңыз, мына жаңа шектеу туралы, мына имам дұрыс айтып жатыр ғой, бірақ кеңес ретінде
нақты талап қоюға бола ма? Нақты шектеп бұл. Мысалы жерлеуге сол мәйіт шығатын адамның үйіне емес, осы имамдар өз жауапкершілігіне алып, халыққа сіздер енді 10 адамнан артық осы жаназаға қатысуға болмайды деген нақты талап қою керек қой. Енді қазіргі ең бірінші тақтық айтып жатыр, күл дәрігерімізде жер жүзінде айтып жатыр, контакт аз болу керек, неғұрлым контакт аз болу керек. Жақсы. Талап қою керек қой. Жақсы, рахмет. Пәтуа деген енді бүгінгі жағдайда жеткіліксіз деп жатыр да, эпидемиялық жағдай ескере тұрып, бәлкім қатаңдатамыз бізде, карантин қатаңдаттық, пәтуаны да жаңағыдай күшейтеміз, талап қоя аламыз ба? Енді пәтуаны қалай жазсақ та оны жүзеге асыруда әрбір мұсылман адам өзі ықтиярды да, оны енді заңмен бекіту керек немесе осы ондай қажеттілік бар деп ойламайсыздар ма? Заңмен бекіту қажеттілігі бәлкім бекітілген нәрсе ғой. Бас санитарлық дәрігер қалауы бойынша жазылған, қаншада 10 адамға дейін мәйіттің денесін алып кетуге тек қана 2 адам кіргізіледі деген. 2 адам кіреді, 10 адамнан аспауы керек, иә? Бірақ бұл жағдайды бұзған күні қандай әкімшілік жаза қолданады? Енді ол әкімшілік кодексте жазылып отыр оның бәрі. Өйткені мысалы эпидемиолог дәрігері. Иә. Айтайын, ол енді бас дәрігердің мана қаулысы туралы біз басында айтып кеттік. Қайталап өтсек, иә. Жууға денесінің 2 адам ғана қатысады. Жоқ, жаңағы бұзса не болады? Бұзса бас санитарлық өзінің құқығы бар. Бұрын санитарлық служба дейміз. Өсімгі тұтынушылардың құқықтарын қорғау, медициналық қызметтік көрсетудің бұзушылықтарына байланысты қызметкерлері ол адамның үйдің иесін жазалай алады. Әкімшілік кодексі бойынша. Демек жаңағы көрерменіміз ол өйткені ауруды таратуға жол жасап отыр. Соған себепкер болып. Бұл енді әр аймақтағы санитар врач өз деңгейінде ғана олар міндетті түрде жерлеуге қатысады. Олар міндетті түрде жерлеуге қатысады. Эпидемиолог дәрігер. Қатысуы тиіс және де 10 адамнан аспауы керек, шектелген. 10 адам дейді, мысалы 11 адамды бірге туы мүмкін ғой. Ол дұрыстап түсіндіру керек адамға. Соның жағдайы не болады? 9 адам да болуы мүмкін. Мен айтып жатырмын. Енді шамамен 10 адам дейді. Бірге туғандары деп айтылған онда. Түсініңіз ба? Енді шашал десе басал деп, мысалы 11 баласы бар шығар. 11-ші баласын жібермеуге болмайды ол мәйіттің басына, жерлеуге. Сондықтан да көзқараспен қойып, бірге туғандары деген. Жақсы түсінікті. Шамасы 10 адам. Мәйіттің денесін берген кезде міндетті түрде эпидемиолог дәрігер болу керек. Болмаса біз мәйітін бермейміз. Жуындыруға 2 адам, одан кейін 10 адам шектеулі. Жақсы, осы және өзге де халықтың білуі тиіс сауалдарды қазір бағдарламаның кейін біздің Инстаграм парақшасына арнайы сіздердің көмегімен жариялайтын боламыз. Қазір өкінішке қарай уақыт аяқталды деп жатыр, бағдарламаны аяқтайтын. Соңғы 2 аптада жарияланған қатаң карантин аурудың бетін біраз қайтарды. Аз-маз іркіліс бар деп атқарушы билік бүгін бізді біраз қуантып тастады. Әрине тоқмейілсуге орын жоқ. Бүгінгі бағдарламада талқыланған коронавирусқа қарсы қабылданған жаңа талаптарды уақытша елдегі эпидемиологиялық жағдайды оңалтуға септігін тигізеді деген тілекпен бағдарламаны аяқтаймыз. Айтарыңыз болса, сіз де үнсіз қалмаңыз.